Өңірде жабайы жануарлардың, соның ішінде Сібір еліктерінің көктемгі көші-қоны басталды. Мамандардың айтуынша, биыл жануарлардың маусымдық қозғалысы әдеттегіден ертерек байқалып отыр. Осыған байланысты Алматы-Өскемен республикалық маңызы бар автожолында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Жол бойында қоршаулар жануарлардың еркін өтуіне кедергі келтіретіні ескертіліп, бірқатар арнайы жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, дрон арқылы жануарлардың негізгі шоғырлану аймақтары анықталып, көші-қон бағыттарында арнайы өткелдер ұйымдастырылды. Жолдың 482-511 шақырым аралығында 4 арнайы өту жолағы белгіленіп, ара қашықтығы 1 шақырым болатын өткелдер жабдықталды. Сонымен қатар 494 шақырым тұсында қоршаулардың бір бөлігі алынып, екі жақтан 250 метр аумақта жануарлардың қауіпсіз өтуіне жағдай жасалды. Аталған аймаққа арнайы жол белгілері орнатылды. Жансүгіров шарал бағытында да қосымша қауіпсіздік шаралары қабылданып, арнайы топтар тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырды. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жануарлардың жолдан өту кезінде ешқандай қауіп-қатер тіркелген жоқ. Қазіргі уақытта аталған бағытта бақылау жұмыстары жалғасуда. Жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтап, жануарларға жол беруге сақтық таныту ескертілуде. Соңғы 4-5 жылда осы қорғау жұмыстарының нәтижесінде еліктердің санының күрт артқаны байқалады. Жалпы осы Көлбай, Қабанбай екі ортасында еліктердің көшіп қонуына арналған 3 арнайы жол бар. Бірақ та қазіргі еліктердің санының күрт өсуіне байланысты осы арнайы көшіп өту жолы аздық етіп отыр. Қазіргі таңда Қазавтожолға 506-507 шақырымда ашу ұсынысын түсіріп отырмыз. Содан кейін 494 шақырымды қосымша көш жолын ашуға ұсыныс жасап отырмыз.